Баршаңызға сәлем. Меніңше, бірполярлы америкалық әлем деген сөзді саяси өмірден өте алыс адамдар ғана естімеген шығар. Бірполярлы америкалық әлем 1991 жылы КСРО-ның ыдырауы нәтижесінде қалыптасты. Осыдан кейін ақш шын мәнінде бүкіл әлемді өз ықпалына бағындырды. Ешкім бүлік шығармасы үшін олар бүкіл әлемде әскери базалар құрды, ал қарсы болғандар физикалық түрде басылды. Бірақ бұл, былайша айтқанда бізге көрініп тұрғаны. Бірақ әлемді, дәлірек айтсақ саясаткерлерді басқарудың тағы бір жолы бар. Ол азырақ байқалады, және сіз оны бүгінгі видеодан кейін білетін боласыз. Ол үшін бізге Пандора құжаты деп аталатын 2021 жылы пайда болған жаңалықтар көмектеседі. 2021 жылдың қазан айының басында халықаралық зерттеуші журналистер қауымдастығы Пандора құжаты деп аталатын файлдан үзінділер жариялады. Журналистер бұл қағаздарды қаржылық құпияның ең үлкен әшкереленуі деп атады. Бұл оқиғаның мәні анонимді дереккөз халықаралық зерттеуші журналистер қауымдастығына 30 мың офшорлық компаниялардың иелері туралы ақпаратты қамтитын 3 терабайт деректерді 12 миллионға жуық құжатты тапсырды. Офшорлық компаниялар. Офшорлық аймақтарды заңды түрде тіркелген компаниялар. Офшорлық аймақтар бұл Кипр, Виргин аралдары, Мальдив аралдары. Олар бизнесті немесе компанияны тіркейді, және сонымен бірге бұл компаниялардың кімге тиесілі екенін ешкімге айтпайды. Сонымен қатар олардан іс жүзінде салық алмайды. Ақшасы көп адамдардың барлығы дерлік салықты аз төлеу үшін оны офшорға алып кетеді. Осылайша бизнесті жүргізу оңайырақ. Түсінгеніңіздей, офшор ұрланған ақшаны жасырудың бірден бір жолы. Сондықтан бизнестен бөлек сыбайлас жемқорлықпен және басқа да адал емес әдістермен ақша тапқан саясаткерлер де активтерін офшорға аударады. Мәселен, әлдебір анонимді адам жария еткен бұл ақпаратта әлемнің 45 елінен 130 миллиардердің, оның ішінде Қазақстанның да азаматтарын әшкерелейтін құжаттар болды. Құжаттардың кейбірі 35 қазіргі және бұрынғы әлемдік көшбасшыларға, сондай-ақ 100 елден барлығы 400 шенеунікке қатысты. Мысалы, достарымен бірге 14 офшорлық компания тіркеген және олардың атында Лондондағы элиталық пәтерлері бар Зеленскийге қатысты компромат дәлелдер бар. Сондай-ақ бұл құжаттарда Пәкістан премьер-министрі Имран Хан, Чили президенті, Чехия премьер-министрі Андрей Бабиш, Әзірбайжан президенті Ильхан Алиевтің отбасы, Иордания королі Абдалла II-ге қатысты бар. Иордания королі бірнеше ондаған жылдар бойы жасырын түрде шетелде жылжымайтын мүлікке иелік етудің алып жүйесін құрып үлгерген. Король активтерінің құны кем дегенде 100 миллион долларға бағаланады. Оған виллалар, зәулім үйлер, Малибудағы, Калифорниядағы, Вашингтондағы, Лондондағы сәнді пәтерлер кіреді. Сонымен бірге Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр сияқты отставкадағы саясаткерлерге де компромат бар. Сондай-ақ тергеудің испан тіліндегі серіктесі болған Испандал El País газеті Латын Америкасы мемлекеттерінің кем дегенде 14 басшысы офшорлық схемаларды қолданғанын жазады. Қазіргі үшеуі Чили президенті Себастьян Пинера, Доминикан республикасы Луис Абинадер және Эквадор Гильермо Лассо және 11 бұрынғы. Бұл Пандора құжатында әлемнің түкпір-түкпірінен дерлік адамдар бар. Бірақ Америка Құрама Штаттарынан ешкім жоқ. Неге екенін білесіз бе? Ол өте қарапайым. Бұл ақпаратты таратып жатқан Америка Құрама Штаттары. Біріншіден, 2015 жылы Wikileaks жариялаған мәліметтер бойынша дәл осындай Панама ісі деп аталатын офшорлық құжаттардың таралуына америкалық олигарх Джордж Сорос пен Америка Құрама Штаттарының халықаралық даму агенттігінің қатысы бар деген еді. Қазір Wikileaks сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж бүгін түрмеде отыр. Одан кейін де кейбір аты жөні белгісіз біреу журналистерге офшорлық компаниялар туралы мәлімет беріп, нәтижесінде көптеген саясаткерлер офшорлық компанияларды пайдаланатыны белгілі болды. Екіншіден, барлық офшорлық аймақтар Американың бақылауында. Ол үшін НАТО базалары бар картаны қараңыз. Кейбір аралдар, тіпті елдер Америкалық барлау қызметіне офшорлық компаниялардың кімге тиесілі екендігі туралы деректерді бермейді деп сену ақымақтық емес пе?
Сондықтан кез келген елдің саясаткерлері ұрланған ақшаны офшорға шығарған кезде америкалық барлау қызметтері оған ықпал ете алады дегенді білдіреді. Егер кенеттен бұл саясаткер Америка Құрама Штаттарының бұйрығын орындамай әрекет ете бастаса, онда олар қолындағы компроматтарды жай ғана шығара салады. Нәтижесінде офшордағы барлық ақшасынан айырылады, немесе елінде қылмыстық іс қозғап, бас бостандығынан айыруға әкеп соғады. Пандора құжаты секілді шығарылымдар не үшін қажет екенін енді түсіндіңіз бе? Бұл былайша айтқанда ақш-қа бағынбаған саясаткерлердің жазасы. Бір қызығы, осы ашылған құжаттардың арқасында қанша адам түрмеге жабылды. Бірақ кейбір саясаткерлердің офшорлық компанияларға қатыстылығы туралы ақпаратты жариялаудағы мақсат оларды қорқыту болса керек. Сондай-ақ тізімде әлі жоқ адамдарды қорқыту. Сол арқылы оларды тиімдірек басқару үшін. Өйткені ешкім түрмеге түсіп, ақшасынан айырылғысы келмейді. Сондықтан бұл құжаттарды шығарғандар үшін барлығын жасайды. Атап айтқанда ақш үшін. Мысалы, панамалық құжаттардың жариялануы әлемдік қаржы жүйесіндегі реформаларға, бірнеше жоғары лауазымды шенеуніктердің отставкаға кетуіне және әлемнің әртүрлі елдерінде қылмыстық істердің қозғалуына әкелді. Жанжалдың алғашқы құрбаны Исландияның премьер-министрі Зигмунdur Gunnlaugsson болды. Ол Панама құжаттары жарияланғаннан кейін бірнеше күннен соң отставкаға кетті. Өйткені оның әйелі екеуі офшорлық компанияға иелік еткені белгілі болды. Бірақ ол Исландия парламентінде сайланғаннан кейін олар туралы жарияламаған болып шықты. Еуропа және Азия елдерінің билігі Панама құжаттарында аталған адамдардың өз елдерінің заңдарын бұзған-бұзбағанына қатысты ресми тергеу жұмыстарын бастады. Ал бұл жолғы Пандора құжаты тек жай ғана қорқыту актісі болған секілді. Офшор Америка бүкіл әлемдегі саясаткерлерге және бизнесмендерге ықпал ете алатын тағы бір өте тиімді және күшті жол. Олар ұрланған ақшаны офшорға жасыруға рұқсат бере отырып, кез келген уақытта отан еш ойланбастан сатып кететін мыңдаған шенеуніктерге қатысты компроматтарға қол жеткізді. Байқағаныңыздай, бұл офшорлық компаниялардың көп мақсатты рөлі бар. Дәл осы Америка Құрама Штаттары Кубаға 63 жыл бойы не үшін санкция жариялаған білесіздер ме? Және бостандық аралы деп аталған Куба елі осы жылдар бойы қалай өмір сүрді? Оларға кімдер көмектесті? Білмесеңіздер, мына сілтеме арқылы өтіп тамашаласаңыздар болады.